Қош келіпсіздер. Мына енді көптен өзіміздің бас қосатын орнымыз бар еді. Қонақтығымыз бар еді. Соны жақын жоқ болып өзіміз бір әуетке жиналып отыр. Құдай қаласа сіздер де қош келіпсіздер. Біз қазақпыз ғой, келіңіздер қош аламыз. Таңдалыңыздар енді. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Енді алмаған сөз жетімдік, сондықтан өзімізді жетімсіретпей тыңдалған, айтылған ақ тілектерді тыңдап отырсақ, көптің нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан өзіміздің кереметті үлкендеріміздің ақ тілегін бір тыңдай отырайық. Қош келдіңіздер. әлемді қаттар тоғжан қайырды тағамдарымыз болсын. Мына көпшілік қонақтар келіп жатыр. Алматыдан келіп жатыр мына Мұхтардың құдағайы, өзіміздің ауылдастар, мына құлындастардың әулеті. Мен енді сөзді сағымды айып етпесіздер, үлкен дегесін сөйлеп жатырмын негізінен. Қалам мына мың жас сөйлеп. Ассалаумағалейкум. Қош қауым, бүгін құдағай құрбан айтпен тұспа-тұс келіп жатқан балдардың келісуімен бізде келіп қалып жатырған. Қазақтың ырымымен үкі тағу, сырға салу деген сияқты қазақтың ырымдарымен естеп келіп жатыр бүгін отбасыларына. Отбасыларына тек аманшылық той болсын, қыз ұзату, келін түсіру тойдан шаршаңыздар тек. Ал мына бүгін біздер енді өзіміз Ақтөбе облысынан келіп жатырық. Ақтөбе облысының Байғайындар районынан Ұрымыз шегем, адайының шегеміміз. Ана бүгін өзіміз екі ағайын дедік, ағамыз дүниеден марқұм болды. Соның үш бала, бір қызы бар. Мен інісімін. Өзіміз таныстырып өтек. Ал енді қазақтың ырымы ғой. Сіздерде қыз бар, бізде ұл бар деген сияқты келіп жатқан жайымыз бар. Ал мына таныстырып қояйын, өзім Байғайындық болғанмен Қандыағаш деген жерде тұрамын. Жаңа жол деген жерде вахтада істеймін өзім. Атым Алдан деген Қандыағашта тұрамын. Сол жақтан бүгін жаңа пойызбен жартысымыз машинамен кеше кеш жетіп келдік. Үлкен кісілеріміз бар. Осы жақта соңғы кенжелім тұратын еді осы. Кенжелімнің баласы Әділет деген сіздердің болашақ күйеу қыздары. Соның жан-жағын алып кетуге келіп жатқан жайымыз бар. Мына таныстырып өтейін. Менің атым Алдан деп айттым ғой. Мына жолдасым Орал деген, оның руы Табын. Жалпы одан кейінгі отырған жаңа ауылда бір інім қалып қойды, жұмыстан келе алмай қалды. Бауызарғыдан Мәдидің туған үлкен ағасы Астанат деген жігіт. Ол ауылда қалып қойып еді. Жолдасы келіп отыр, Сәндігіл түгел таныстырып жүрмін. Одан кейінгі үш ұл бір қыз, ішіміздегі жалғыз жапырақ қызымыз бар. Гүлбану деген қарындасымыз. Мәдидің туған апасы Гүлбану деген. Одан кейінгі отырған күйеу бала. Күйеу баланы да пайғамбарда сыйлаған дейді. Күйеу балада келіп Берік деген күйеу балдарымыз. Құдамыз сіздердің. Одан кейін маяқта отырған, одан кейінгі Жасыран деген екінші қасында Гүлжанат деген келін. Ағасы үйдегі шаңырақтағы Емшалды бағып отқан үйдегі Байғайында тұратын ініміз. Бауыздар құдағым Мәди деген бауыздар құдағыларымыз сіздердің. Осы жерде Алғабас деген станция бар ғой, сол жерде тұрады. Әділеттің
папасы мен мамасы. Мамасы Үрмекен деген құдағайларымыз. Осылардың ағасы біздер ауылда Байғайден неден келіп жатыр. Бұлар енді осында баяғы жұмыс бабымен, баяғы темір жолдың несімен оқу бітіргеннен кейін осы Алғабасқа жұмысқа келіп еді. Солар осы жақта қалды бұлар енді. Бұл жақта да жауда болса біреуің болсын дейді. Мына Орланскінің месінде болып кеткен уже. Одан кейінгі Нұрдос деген баламыз келін екеуі. Бұлар да былтыр отбасы құрып Жасылан деген әніміздің үлкен баласы. Біздер осы келіп қалып жатқан жайымыз осы. Мына қарсы алмасындар, тойларын тойға ласа берсін. Аманшылық болсын жатыр. Мына қыз ұзату, келін түсіру тойлардан шаршаңыздар бәрін. Отбасыларына құт-береке, ырыс-несібе мол болсын. Тұспасы келіп жатқан айт мереке бәрімізге де құтты болсын деп. Айттан айтқа аман-есен жете беріңдер деп. Той құласа берсін, аманшылық болсын. Айтам, балдар бақытты болсын деп, балдар бақытты болса біздер бақытты боламыз деп. Екі бала бақытты болсын деп. Қай жылға шықтыңыз? Қалай? Өзіміздің туған жеріміз Ақтөбе облысы Байген районы. Қазір отырып жатқан жеріміз енді Терек районы. Алмас деген жерде 25 жыл отырып жатқанымызға балаларды өндіріп, өсіріп, солардан аяқтандырып. Қазір балаларымыз қалып тұрып жатыр. Сондай бір шаруалармен келіп отырмын. Неше ұрпағыңыз бар, соның бәрін түгелді, еге-тегеже. Біздің ағамды көріп тұрсыз ғой, бәрін сұрап жатыр. Ал енді әкеміз өмірден озып кеткен, шешеміз бар. Ақтөбе облысында тұрады. Ортаңқыш Асан деген ортаңқыш ағам бар, 76 жылы. Жанат деген жеңге соның қолында тұрады. Ақтөбе облысы Байген районында. Одан үлкен Асқанат деген ағам бар. Мына отырған Сәндік деген жеңгем, үлкен жеңгем. Ол екінші жеңгем. Ол жалғыз апам Гүлбану деген, қасындағы Берік деген жездем болады. Әкемнің інісі Алдан деген болады. Ал ең үлкен енді шешемізбен қатар келеді енді. Бәріміз мама дейміз, ана дейміз енді. Орал деген болады. Мен үйдің кенжесі боламын өзім. 18 жасымыздан осы жаққа көшіп келіп, өмір сүріп, ауыл шағалы болып. Өзімде 3 бала бар. Жолдасыңыздың аты кім есімі? Сіздер енді сол жақта отырған жерде енді мен айттым ғой, екі бартада жүгіріп жүрген жерде екі жақтан жақсы болуға тырысамыз ғой. Енді әкеміздің айтуы жаңа енді түсіністап түсіндік, кімге келген екен, қай жақтан келіп жатқанын бәрін де түсініп жатырмыз. Анау енді Ақтөбе Қандыағаш деп жатырсыздар, таныс жер енді. Сондықтан енді папамыз айтты, кішкене ойланайық деді, мама енді. Папаға қараймыз ғой енді, Аха. Бірден айтасыз? Қош келіпсіз енді. Қабылдадым. Папа енді айтыңызшы енді, қызымыз сұрақ келіп жатса екенсіздер енді сол. Бізде айтайық, қыздар қызымызға енді жаңағыдай не істеп жатырмыз, сырға салып жатырмыз дейді. Соны енді жақсы рұқсат деп айтыңыз. Рұқсат деген сөз керек. Рұқсат, таңдалыңыздар, қош келіпсіздер біз енді. Қазақпыз ғой енді, соны тағы да көреміз енді. Құдай қонақтар, келіп жатқан қонақтар, жұмыстарыңызды айттыңыздар, сіздердің еш айыбы жоқ, бәрі түсінікті. Дегенмен де біздер үшін емес, мына отырған қонақтарға түсінікті болсын деген бағытта кішкене мына Асылзаданың папасының қызу қанды болып қызылып тұрған себебі айып етпеңіздер ол енді қызын сұрап келгеннің өзінің өкпе назы шығар енді. Сіздерден келіп жатқан қате жоқ, ешқандай қателік жоқ. Келулеріңіз де дұрыс, орындарыңыз да дұрыс, жауларыңыз да дұрыс. Енді сөздің бағытына қарай енді тіл табыс аяқ ортақ мәмілеге келген бағытта оған ренжудің де қажеті жоқ, айыбының да қажеті жоқ. Енді мен енді қыздың анасы ретінде қыз бала жат жұрттық дейді, тұрмысқа шығу енді табиғи заңдылық. Сондықтан енді қызының жасы 24-те, өзім 24 жасымда 2 баланың анасы болғанмын. Сондықтан қызым енді өз жүрегінің қалауымен теңін тапты десе, осындай құдамен құдаға бізге табыстырып құда болайық десе, әрине рұқсат береді ана ретінде. Енді алаңда рұқсатымызды алдық болады. Азаматтары мен бізге бұяққа құда болғалы біраз уақыт болды.
мынау төрден әлгі құда болған соң төрден орын бұйырды ғой бізге енді бізде бұрынырақ. Біз бұрынырақ отырып қойған, сіздер кейіндеп отырып жатсыздар, құдағилар. Төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Енді тыңдап отырмыз. Құда болып кетті өзі. Сол себептен мына құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын, күйеуіміз 100 жылдық болсын. Құда мен құданың арасында жақсылық, екі ұлы мен қызымыз ортада чатпалап жүрбесін. Ояқтың бұяққа ұл болып, сіздерге қызымыз қыз болып сіңіп, жақсы, бақытты өмір сүруіне біз әр уақытта ниетіміз. Құда мұқтардың мына кішкене не қылып отырған шығарсың. Қыз бала өзі ер азаматқа жақын болады дейді. Сол себептен енді қызымыз жат-жұрттық болып жатыр, табалдырығына талап жатыр. Сол себептен сізде мұңаймаңыз, қиналмаңыз. Енді бұрынғының сөзі бар ғой, қыз жат-жұрттық деп енді. Сол себептен қыздың уақытысында өз теңін тауып, бақытты болуына бізге тілектеспіз, сізде тілектес болыңыз. Бізге тілейтініміз тек қана ақ жол, жақсылық. Ол қыз бұяққа бақытты боламыз, бақытты жасайын деп баруына біз тілектеспіз. Жақсылық болсын, заман тыныш болсын. Барлық осында отырған кісілер, құда болмағандарыңыз құда болыңыздар. Жақсы үлкен кісілердің үлгілері жолдарын берсін, жақсылық заман болсын. Шындығына келгенде бұл да бір жақсылықтың ниесі, нышаны деп айтамыз. Неге қарсы келіп отыр құрбан айтқа, айттарыңыз сау болсын, дендеріңіз сау болсын, құрбан айтта аман есен жетуді Құдайым нәсіп етсін. Жақсылық болсын, заман тыныш болсын, халқымыз тоқ болсын, жақсылықта бас болсын, бәрімізге нәсіп етсін, жақсылық болсын деп тағы айтамын. Біздің енді жаңадан келген құдалар төрлеріңіз құтты болсын, бәрімізге құрбан айт қабыл болсын. Не айтып жатырмыз, бағанадан бері айтып жатыр ғой енді. Сол тілектің бәрі қабыл болсын. Мұхтар Тоғжан осыдан 3 ай бұрын анау төрде біз отырып едік, енді кішкене төмендеп қалдық. Ренжіп жатыр дейді. Қыз жат-жұрттық дейді ғой, бізде осыдан 3 ай бұрын мен де қызымды бергем. Сонау Алматыдан біздің оңтүстік, жаңа сіздер айтып жатырсыздар ғой, біздің солтүстік салты басқа деп. Біздің де оңтүстіктің салты басқа. Біз жақтың салтына салсаңыздар, кішкене есіктен имене кіріп, төрге әрең шығар едіңіздер. Енді мына жердің салты жақсы екен, төрге бірден шығып кеттіңіздер. Қалжың ғой. Екі балаңыз бақытты болсын. Біздің құдаша Мұхтар мен Тоғжанға да оңай емес, 1 жылдың ішінде емес, 5-6 айдың ішінде біресе келін алып, біресе қыз ұзату, бұларға да оңай болып жатқан жоқ. Қыздарымның барған жерінде судай тастай батсын, бақытты болсын. Одан басқа біз не тілейміз 2 балаға? Менің де қызым осы кісілерге келін болып, міне қазір туысқан адамдар сияқты болып кеттік. 1 рет көрдік, 2-ші рет көрдік, бүгін 3-ші рет көріп жатырмыз. Кәдімгі туған туыс бауыр сияқты күліп ойнап жатырмыз. Сіздер де сондай боласыздар. Таныстығымыз бұдан ары жалғаса берсін. Балаларыңыз бақытты болсын. Тоғжан Мұхтар құда тек жақсылықта, қуанышта. Біздің Арай сияқты барған жеріне тез сіңісіп кететін бір жақсы осылерге келін, сендерге күйеу бала болсын. Жақсылық болсын, амандық болсын. Ал енді құрметті Мұхтар құда, Тоғжан құдаша, сіздерге бүгін сырға салатын ойларыңыз құтты болсын деймін. Осылай тек 2 жастар дейтін аман болсын. Осылай тек өмірлерін күнде жақсылық болсын деймін. Келген құдалар дейтін сіздерде де осылай 2 ортада тек 1000 жылдық құда бола беріңіз деймін. 2 ортада тек шам бұратып осылай жүре беріңіз. Бәріңізге де көп рахмет.
Так, енді қай жаққа осы жерге тұра берсін ба? Біреуін. Аха. Сіз де біреуін алып дайындап тұрыңыз. Аха. Біреуін айындаңыз. Аха. Сіз біреуін алыңыз. Құтты күте тұрыңыздар, қыздар. Мына жеңгелер ұстай қойыңыздар шынаны. Аха. Енді былай болсын. Сіз осы кішкене артқа тұрыңыз. Артқа. Енді құда есіміңіз кім еді? Мәди құдамыз ғой, иә? Мәди құда енді қыз берген назы бар. Енді біздің көкеміз енді қыз беріп жатқан жерде назданып тұр. Білесіз, назданудан қандай екені орнынан қозғалмайды. Сіз барып жүгіріп барып құшақтап, иә. Әліңіз жетсе көтеріп алуға болады енді. Жоқ, әлмен бастаймын ғой. Енді музыка ойнады ғой. Әлі біздің құдалар деген асығыз ғой кәдімгі. Асықпайды. Кішкене енді. Қабақ дейіп тұр кішкене енді. Жаңағы қабаққа дейіп қойыпты. Иә. Ал, шабалақ ұрып қойыңыздар. Қос құда. Мәди құда. Ағалар, құдалар, бірінші, ештеңетпіз. Бірінші құйрық бауырды беріп сосын бар түс қақсындар. Бір, екі, үш, міне. Шабалақ ұрып қойыңыздар. Енді төс қағыстыр. Көтері жүрсің мен көкемнен намыстан көтті ғой, мен де көтерейінші деп. Енді сіздер құдасыздар ғой, дұрыс па? Жаңадан енді печатын қойдық, дұрыс қой. Құда, нағыз құдалар. Енді екі құда болып бір-біріңізді иық тіресіп тұрыңыздар. Кетпеңіздер. Жаңа бұрын байырғы құда мен солай иық тірестіңіз ғой. Енді үшінші болып енді өзіңіз келіп жатыр, құда болып келіп жатқансыз жерде иық тіресіп құшақтап тұршы, апа. Міне күшті ғой. Міне құда, шабалақ ұрып қойыңыздар. Андауға түсіріп ала қойыңыздар. Екі құданы түсіріп алшы, күшті ғой. Қазіргі заманда сөздің шыны керек. Екі мама жақсы болса, екі бала да жақсы. Дұрыс қой. Мойындайсыздар ма? Мойындайсыздар ғой. Енді былай болсын. Көп ештеңе тілеуге жетпейік. Себебі құдай емес, құдай қойыпсыздар. Мына қазір құйрық бауыр бір-біріңізге ұстайсыздар ғой. Жастардың қанша баласы болсын десеңіздер, сонша беттеріңізден сүйіп, төс қағыстырып қойыңыздар. Иә ма? Содан кейін мәмілеге келеміз, ұрыспаймыз деп. Иә ма? Ұрыспаймыз ғой. Ал, ант қабылданды. Ұрыспаңыздар. Ал, жаймен құйрық бауырды беріңіздер. Мына құдағиларға шабалақ. Төс қағыстырып, үшеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, екеу аямайды, жетеу. Міне, жандарым, құдағиларым. Осы енді Омеке құдағай арқылы жайлап келіскендей болып, менің білгенім үйде үлкен шешеңге жақын құдағай бар екен, сіздердің аналарыңыз. Ол аналарыңыз келсе де артық болмайтын еді, сондықтан біздер енді ең бірінші жаңағы сый-сияпатымызды осы құдағайымызға сәлемдеме есебінде бергіміз келеді, табыстағымыз келеді құдағайға, үйдегі үлкен құдағайға. Енді екінші құдамыз Мәди құдайым, бауыздар құдамыз. Жазғы бір жеңіл желпі, ұқтығалық емес, сондықтан енді үстіңізге кисеңіз қазір. Енді осы делегацияны бастап келген үлкен қайнаға дейді сізді, Мәди құдамыз туған ағасы театр алдан құда сізге де сол. Бәрекелді.
Мына енді біздің салт-дәстүрімізбен енді кетіп жатырмыз деп жаңа айтып өттік тағы да. Иә, мадия құда қалған бәріміз келдік құтыкөлде құдалар болды да. Иә. Папа қайда құдалар болды? Папа бар екен ғой. Өндірген тұсқа папа кәдімгідей. Бәрі нормально жүр. Ал, мынау енді кілем жайып алайық, содан кейін енді шақырайық. Иә. Иә, қош келдіңіз. Есіміңіз кім болады? Ал енді Нұрайна абысынына сөз берейік, бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Аға, микрофонды алсын. Құрметті тойға жиналған қауым, құда-құдағайымна, тойларымыз құтты болсын, ұзағынан болсын, 2 жас бақытты болсын. Мен өзім таныстырып кететін болсам, осы Шегем әулетінің келіні, Қара Шегімнің қызы боламын. Болашақ Асылзада қыздарыңыздың абысыны боламын. Алланың қалауымен 2 жастың табысуымен осы сырға салуға келген жайымыз бар. Мақтадай ақ болсын деген ниетпен келінімізді осыған отырғызайық. Бір минут. Біз сіздерді күттік, бізді де құтты күте тұрыңыздар. Жаңа көкем айтты, ойланып жатып деді, қыз да ойланып жатқан шығар енді кішкене. Қазір 2 жеңгесі бар. Алып шығарды өздерін. Үкімізді тағайып. Ай, бәрекелді, мінекей. Абысына үкісін тағып жатыр. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар, тек шапалақтарыңызды аямайын. Алтыннан сырға тағылар алтындай таза болсын деп, оң қолымен тағайын, келіні өзіме жақын болсын деген ниетпен сырға салуға рұқсат етіңіздер. Рұқсат. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Қызымызға сырға салынып жатыр ағайын. Сырғалы матанауы қабыл болсын, құтты болсын, шапалақ ұрып қойыңыздар. Матан өтпесін көрімдігімізді беріп отыр мінекей. Беріп отырыңыздар. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Екі жеңгеміз келшіп фотоға түсіп. Пауза құда келіңіздер, артқа тұра қойыңыздар, фотоға түсіп алыңыздар бірден. Тұра қойыңыздар, тұруға болады шығар ба? Жоқ, осылай тұра беріңіздер шеш. Осылай тұра беріңіздер енді. Бір кішкене де болса маңдайынан сүйіп қойыңыздар, барған жеріне судай батып тастайсыңыз деп жатырмыз ғой енді. Бәрекелді. Бақытты болсын. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қызымыз бақытты болсын. Қызымызды жылатпайық, құрметті ағайын, қызымызды жылатпайық. Кешке үлкен ұлан асыр қыз ұзату тойы бар, соған дейін кішкене шыдалсын енді. Сырғалы матанып жатыр енді, Асылзада қызымыз енді. Қыз мақсаты кету, дей тұрған менде құрметті ағайын, рахмет музыка. Құттың қадесі. Дастарханның жаңағы айтылған кәделерді айттым ғой сіздерге, соны бір табыстап жүріңіздер. Кәдімгідей айтып дұрыстап нақтап етіп. Құда, бас құда.
Осы құдағайын хадисін білмейсің. Наборымыз бар. Құдағайға. Ой, бәрекелді. Жаман қарап отырдыңыздар? Ана сүті. Аха, ана сүті. Бір кішкене құтты музыка жіберіп отыр енді. Ана сүті 100 мың, дастарханға деді 50 мың, өлер уаққа 30 мың теңге. Бәрекелді. Жаман қарап қойыңыздар. Кереметтің жаңалық киім болады. Ой, да. Одан бір айналып жүр. Күшті. Дозан апа? Бәке мен свиданкеге шыққан кезде одан киіп шықсаңыз күшті болып кетеді екенсіз. Күшті болып тұрады екенсіздер деп. Зуха. Апасы боламын, Тоғжанның апасы боламын. Біздер үйде 6 қызбыз, мен 3-ші қызбын. Үлкен сестрамыз Бөбегүл. Қызымыз бақытты болсын, жақсы келін болсын сіздерге. Судай басып, тастай сынсын. Тастай батыр судай сынсын. Жақсы келін болады деп ойлаймын. Біздің қызымыз мінезі жайлы, жұмсақ. Өзіме таққан дейін ба? Шынымен қызымыз мінезі жақсы, жайлы. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сіздерге аманат ал. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Үш сөйлемей-ақ қою керек. Құда болыңыздар жақсы болсын.
Ал енді Жөн демей ақ. бәріңіз де қош келіпсіздер. Бүгін мына бажам мен қайнапамның қуанышына. Енді мына Мұхтар бажамыз манадан бір қуанып, бір мұңайып отыр. Қуанғаны жаңа қызымыз бой жетті деп, мұңайып жатқан енді жат жерге баратыр деп. Бажа енді мұңайма, бұл кеңейіп жатқан өрісің, ем болсын. Енді құдаларым бар деп енді бажалардың ұмыты өтіп кетті енді. Жақсылық болсын енді. Бажа қайнапам, қуаныштар. Мұхтар қуаныш ұзағынан болсын, балдар бақытты болсын. Осылай тойда жақсылыққа кездесе беріңіздер. Құдалар мың жылдық жауыңыздар, балдарыңыз бақытты болсын. Осылай араласып, жақсы тойда тойлап жүре беріңіздер. Құрметті енді бүгін құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі осы екі ортаға салып жатқан көпірлеріңіз алтын көпір болсын, мәңгі көпір болсын, мәңгі болсын, балдар бақытты болсын. Ал Мұхтар Тоғжан енді бүгінгі асылзам сырға салуы құтты болсын. Осындай санаттарда жақсылық көп болсын. Жақсы тілекті айтылады, сол қабыл болсын. Құдалар тағы да қош келіпсіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Жақсы. Енді сіздер енді қуанып отырсыздар ғой, бір балдарыңыз екі бала отыр, бізде қай жерде берген жаман екен, алған жақсы ғой қай жерде. Сол қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, жастар бақытты болсын деп. Мен енді Тоғжанның ең кіші сіңлісі боламын. Жолдасым бүгін жұмыста, кешке тойда кездесеміз. Құтты болсын бүгін той, ұзағынан болсын. Құтты болсын. Қарындасаң әңгіме жоқ, керемет. Сен бір магазинге кіріп бат.
шумақтарында жырлағандай қыз ана, қыз аю, қыз киелі. Шишки пурпурные, образуют толпу не самых культурных. Бабки электронные, мы в поисках культуры. Юрта переполнена тем, что мы завтыры. Нас никто не полюбит, а кто-то сам вышел кого-то уволил. Меня одинаковые разные балконы. Как все в свою любовь, стиль как он. Так, где есть, но все это фортуна. Как любовь, это мой салон. Я решил, как ты не спел. Здесь Қаражорғада ән жүрсіз ба бірдеңе ма сізге? Шетіне шыға алмайды. Тамаша, келесі не болды, братан? Бітіп қалды ма уже? Тез бітіріп теді екенсің, мамамен бастап, бірақ байқадыңыздар ма, сұрағыңыздың қуаттан күшті, әдемі шықты. Ал, жетіп жатыр. Алла қосса, осы жерге қазір дастархан жайып, балдарға азын шоғын батамызды беріп, мына заттарын, мына қара шаңырақтан шығып кетсін деп жатырмыз. Дұрыс. Мұхтардың
айтып отырған жаңағы көрсеңдер мына бұрынғы құда мен айтамын бұрынғы құдадан ұят болды тағы да өлімді көрмей кете ме десе тоғызына билет алып қойды мына кісілерді қажет қыздарын беріп отырған әлі мыналардың үйін көрген жоқ болашақта көрер сіздер араласасыздар өндірді тиісті жаңа айтып жатыр мен сені мақтамаймын бірақ та тиісті дәрежеде алдың жұмысыңды жасап жатсың осы балаға бар деп мұхтармен тоғжан айтып қалған өз жүректерінің қаруларымен таптың жалғыз бала екен жалғызға шара болу оңай емес бұны өмір көрсетер қазір екеуің біріңе бірің өліп өшіп отырсыңдар ғой жамандық деген ол қазір бәрінен де болады кемшілік осыларға да жаңа түсіп жатыр ойбай бүйтіп ол көлденең сөз қазақтар бәленшеме дейді ол сөздің ұяты жоқ сол сияқты ондай әңгімелер екі жақтан болмасын әңгіме болмасын жақсы болсын сосын енді мына қыз жасаусыз болмайды деп азын шоғын заттары бар екен соны енді игілігіңе ұста көке өз затым деп әкең мен шешеңнің көзі деп есептейсің былай қарағанда қазақ мен 54 жыл тұрдым жолдасымменен қазір 58 жыл болды қазір қайтқанда 4 жыл менің 60 жылға үйімнен келген қазақша айтқанда өрегіз дейді сол өрегізім әлі соны келінім бар ғой бұл жерде ана қолымдағы келін ғой қараша мына шаңырақтағы келін қазір құттай ауыр көздің ағынан қарасындай неде деп мына құдай көп түсінбесін жаңа айтып жатырмыз ғой енді қыздарымыз бар сен барат айта бер келмейміз бәріміз де айтып отырмын мына менен гөрі мына елдер інім шаңырақ келді ғой інім сол үлкен айтып орал тойынан кейін әділет Хамзаев деген мына менің нағашым бар туған атыда тәуелсіз келді ама Хамза деген әділет Хамзаев па деп мына інім екеуміз құдай берген мама қыздыр ғой мына 6 қыздан кейін екеумізден мен 2 түрлі мен ішемін бұл намаз оқиды мен ішмей етпеймін сонда мама айтады мына ішетін аласың ба ішпейтін аласың мына бала ішсе айтады ғой мына бала ішсе деп ол характер деген мұха күліп отыр ғой не деп бірақ өзі сондай болған боевой ашкон деген өзіміз еркек қызымыз күшті өскен мына айтып отыр ғой тойға дейін құлақ болғанда айтты ғой елдар әділетті мен көрдім танимын деп мына кісі бар ғой інім ғой енді ол шамалы адам ұнамайды бұған ол біздің адам болды мен ұнатқанымды ол ұнатпайды шамалы біледі ғой маған айтшы да көгермес жаңбыр жер көгермес дейді ғой сол себептен батамызды берейік деп ақ батамызды саған айналайын ақ қызым мына енді күйеу аламын демеймін сен де менің балам болдың айналайын қызым сен білесің мен баладан гөрі қыз баланы жақсы көремін қыздарды сен папаның мінезін білесің көріп өстің маған мені тартпа мамаңның 50%-ін ал енді жақсы жағынан бір-біріңді сыйлаңдар бар айтамын мен денсаулық тілеймін сол бақыттың ішінде ғой бар байлық денсаулық тілеймін бақыт тілеймін бақытты отбасының болыңдар айналайын қысқаша батам сол әумин жолың болсын қызым айналайын үлгі сыйла болыңдар бір-біріңді сүйіңдер сыйлаңдар болды қысқаша айтамын әумин соңғы күрес дегенде сабақ дегенде сол көре көре бәрін білесіз көре көре көсем боласың сөйлей шешен боласың сол енді көрген білгенім бауырлы ақсақал болып сақалым жерге түсіп тұрған жоқ десе де өмірдің көрген түйгеніміз сол қыз баланың енді бұрыннан сыйлаған ата бабамыз жол жеңіс кедей төрге сыйлаған кедергі кеткен сол сөзбен құдаларымыз ғой жаңағы құдаларымыз айтамыз естіп жастар бағандар еркелігі де болады қыз бала болғаннан қыз бала жалпы әкелеріне жақын болады ұл бала шешесіне жақын болады енді еркелігі болса кесіріп кесірімен қарап пока бір жерден бір жерге бару
былай айтқанда бір мемлекеттен бір мемлекетке барған сияқты ғой, ол жерге барып үйренгенше былай пысық болған жерге барғанда ұялуы мүмкін, қиналуы мүмкін деген сияқты. Соның бәрін сіздерден сұрайтыным кесірімен қарап үйренгенше. Hoş gördük. Rahmet. Сыбақ алып жылдардан жылжып өткен, кездерің болмас үшін өткен, ал құдаларымыздың қадамдары құтты болсын, біз енді құттықтаймыз шын жүректен. Айналдым қазақ деген жайдарлерден, дәл бүгін ақтары сол ойда қойып, ал құдалар құттықтап қол соғайық, барша ағайын туыстар түрегенде құдаларымызға қол соғайық. Ал қош келдік, дәм ағалай. Кенже балам. Шындай, осы жұмыс бабында Оралға келді, орналасып қалды. Біздер Байғанинде тұрамыз. Төрт балам бар, үлкен балам. Асханат жұмыс бабымен келе алмай қалды. Соны келіншегі міне сәндігүл деген келдім, үлкен келінім. Кеше келін алдық бірінші ең күні немере, үлкен немереме. Құтты болсын. Анау алдан қайным Бақытты болсын. жаңағы тамады болған. Оның келіншегі Орал, қайнымның келіншегі. Одан кейін өзім қолымдағы балам Жаслан, ане отыр. Келінім Гүлжанат, аяқта жүрген шығар. Мынау үлкен қызым ұлымнан кейінгі. Жалғыз қыз. Бұның жолдасы міне Берік. Алдарынан қалды. Таниды ма, бәрі таниды. Таныды ғой, сонда да бермеді. Байғаннан келдік бәрімізде. Мынау жолдасының апасы, аты Жұмагүл. Ал өзім осы барлықтарында аман болыңдар. Тек осындай той томалақта кездесе берейік. Жолдарың тек әруаққа ашық болсын, ақ жол тілейін. Алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыртылдайды, көңілім ортаймайды, амасы бар адамда ешқашан. Осы жерде сіздерге жас болғанмен біздерге бас. Мәдиғұда үйдің ең кішісі болғанмен отырған, мысалы құдағай да қиялдан шықпай тұр, Мәдиғұда да отыра алмай отыр. Жаңа бір сәл жерде, бір мына жерде үйдің кіші баласы екенін көрініп тұр екен құдағай. Сондықтан енді сіздің жасыңыз кіші болғанмен бізге бас құдасыз. Сіздердің де біздің қасымызда үзеңгілес қатарымыздан отырғандарыңыз дұрыс негізі. Ренжімесеңіздер. Енді кеше сізге үлкен сын болған шығар. Оның әжуалайтын да. Суғаннар көбік, яшағыз туғанарым. Яшарген суғаннар көбік, яшағыз туғанарым. Негізі туып өскен жеріміз сол ғой, қазір енді Алматыға көшіп кеткенмен 40 жылдай өткен. Сонда да сол кісілердің өлеңдерін бәрін жаттап өскенбіз ғой, қазақтың қара өлеңдерін. Соның бір қара өлең Каринна өлеңім бар еді, соны айтып берейін. Сіздер айтып ғой. Өсеңіздер қосылыңыздар, бүлдірген дегеніміз. Ойда түскен бүлдірген, қырда түскен бүлдірген, бала шағаң болмаса осы тойды кім білген. Қарайғанға қарайман, қабанда деп бүлдірген, қамшылаймын артым
ба деп бүлдірген, өткеннен де сұраймын, кеткеннен де бүлдірген, құдалардың ауылы мамба деп бүлдірген, ойда түскен бүлдірген, қырда түскен бүлдірген, екі бала болмаса осы тойды кім білген, ауылың көшіп барады, пен араласып бүлдірген, бермесек те ештеңе, алмасақ та бүлдірген, телефонмен туралы амандасып бүлдірген, ойда түскен бүлдірген, қырда түскен бүлдірген, құдаларым болмаса осы сыйды кім білген, құдаларым болмаса осы сыйды кім білген. Ай, бәрекет. Жолды көтеріп әйтеуір рахмет сізге көп. Осы тойды бүгін жақсы тойлайық. Жұбат құдағайымыз Орнабай, сізге де рахмет. Қуанышымызды бөлісіп жатқаныңызға көп. Біздің туғандай болып кетті мына осы кісілер. Туған құдағайым тоже рахмет сізге. Радыма, Жанар құдағай. Осы идея беріп, осында істейді. Құдағайды алысқа тасымай, осы баламызды үйден істейді деп, сол. Көп рахмет. Құдағай ет атады, бешбармақ бесплатно дейді. Реклама бесплатно. Рахмет көп. Сәлима құдаша, кешеден бері құдағайым, сестренкасы құдағайым помогает нам. Рахмет көп. Өзі көңіл такая простая. Спасибо. Көп рахмет, Сәлима құдаша. Рахмет. Жоқ, саған берсе Бұл да бұлақ Сәлима құдаша. Мәз болып отырсың. Мына кісілеріңді ауылдастар, достарымыз, көршілер, Құлан мен Жамшаға баяғыдан араласып отырғанымыз айтылды ғой енді. Сізге де көп рахмет. Біздерді көтеріп, осылай құдамызды қарсы алып жатсыздар. Рахмет. Ту мына жақтан жезде мен апам келіп отыр. Матиктің жалғыз апасы, жалғыз төр жездеміз. Көп рахмет сізге. Сізге де рахмет көп. Ту алыстан келіп. Бірінші рет келіп отыр. Мадимина жақта екеуміз 26 жыл тұрып жатыр, сол бірінші рет келіп отыр аға жездеміз. Постоянно құдағай айтып жібереді мамасын. Хитрый он. Сол тойымызға енді өзі келіп отыр. Қайнағаларымыз көп рахмет. Саңдығөл, Жанар, Самалден келініміз келіп отыр. Бәрімізге рахмет көп. Осылай бізді көтеріп, құдаларымызды күтіп алып жатсыздар. Ал балдарға бақыт тілеймін тек. Құда, сіздермен енді 1000 жылдық болайық. На всю жизнь, короче. Воспитывать будем вместе. Бурлин. Нет, назад никакой пути нет. Я тебе сказал, один раз и на всю жизнь. Как хочешь, дедом, смотри у меня. Ну, мам, хватит, ну, значит, согласен, короче. Да, так. Асыл задумы уже год, 2-3 знаем, они уже 2 жыл жүріп қалды. Да, так что, когда первый раз познакомились мы в прошлом году, Адритің туған күнде, Циолковскийде, она подумала, что мы учителя с ней, мен сіз мұғалім деп ойлап, потом как услышал наш говор, ой, мұғалім точно. Сол жақсылық үшін, давайте, қалған тойды айтып алып, сол сізге де рахмет көп, бір звондап келімізге келе қойғанымызға. Не умею, оказывается, умею. Это набирать надо, как
Стаж, да, уже 2 года. Ага, куда мы вот? Надо посерьезнее нам с тобой быть уже. А мы с тобой скайпом по площади. Вверх паровоза бежим. Музыка начинается и бежим. Чего бежим? Куда бежим? Потом тойдан келіп бір іздеп үйіне көрмейсіз бе? Ол ана жаққа жүреді, мен мына жаққа жүремін. Жүрші шығар, түсірдім саған. Сосын екеуі кетеміз екеуміз. Тек былтыр тек құдаға айтып, құданың тойында көп отыра алмадық. Енді апында әкешің бізде сондай болдық. Солай жырап отырмыз. Енді бастамаймыз, посерьезнее быть. Рахмет. Бұл жақтың салты бойынша үш рет төс қағыстырамыз қазір құдайды. Үш рет төс қағыстырамыз. Неше рет төс қағыстыр, сонша жиен, сонша немере болсын. Ал кет. Санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 немере. 11, 12, 20. Рахмет, бір как көт көзден туатын дейді. Ал құда қайда? Мұны болайық. Май кетіп қалған. Май бабылысы айтты ғой жүріңдер. Май әкел. Май бізге жақсы да бар. Құдағайды келген ғой. Құдағай май жей алмайды. Май жей алмайды. Май жей алмайды. Ал бір-біріңізге құйып бауырдан берейік. Майды ма? Жегізу керек майды. Біз май не құдады? Ал, қол соғып қошеметтеп қояйық. Құдағай жаңа айтты ғой, маған сыйма деді ғой, Ал, көп рахмет. Құда, енді мынандай шанс келе бермес, құдағайларды бір құшақтап алайық. Ал, той құтты болсын, қол соғып қошеметтеп қояйық. Мұңсыз құдағайлар.
Ağabeyim bayılır kurtarmalarına, uğurlu bir jandarma, asker jandarmalarına vereceğim. Hürmetleriniz olsun. Hürmetlerine okumamız lazım. Согласен? Кто сказал огурцы? Ты что, туда? Смотри. Молодцы большое, спасибо.
Nasip et olsun.